Атымды айт. Просто Атым Қаржау, фамилиям Шарғалаев. 2019 жылы Құлсары қаласының әкімі болдым. 19 жылы июнь айында жұмыстан кеттім. Қазір мына не істейсің? Атырауда микрорайон Көктем. Атырау қаласында қазір инжекцияның бір зат алып кетті дегесін. Келіп тұрмын осы затты алып кетуге. Не зат ол? Алсайшы қолыңа? Міне мына затты алып кету үшін. Не зат ол? Сифадрон, миф, скорс. Не бар екен білмеймін. Бірақ нешінші рет жіберсің мен қарай? Нешінші рет тастың інілердің заттарын? Екінші рет, үшінші рет апарып бердің да? Сен білесің ғой да оның есірткі екенін? Оны білмеймін. Есірткі екенін білмейсің. Дәрі деп айтты маған. Бірақ сен әкімсің, бірақ любой зат тасисың да? Енді адамдар көмек ама әкеле қойшы. Аяқта бір адамды өлтіріп кетті, қалтасында миллион бар дейміз ма? Алып келесің барып? Оны білмеймін. Енді мынау да сол ғой. Өл десе бар, өліп қаласың ба не? Енді келесің бе әкім, мынандай затпен араласасың ба әкім мырза? Әкім мырза араласпайсыз ғой да? Халыққа дұрыс қызмет етесіз ғой да? Да? Сіздердің арқаңызда осылай дамып жатыр ғой біз да? Әкім мырза, да? Мен халықтың дамуына үлесімді болсам, қосып отырсың осылай, бағанағыдай сатып та, зат тасып. Жақсы, мен бұл затты мен не екенін білген жоқ. Әкім, енді тасымайсың ғой? Енді тасымайсың. Қателескен. Қателігіңді мойындайсың ғой? Мойындаймын. Құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар, мен Шарғалаев Қаржау ауданының тұрғыны. Бұл видео үндеуімді жариялау себебім 19 мамыр күні Атырау қаласындағы Томарлы елді мекеніне барып, бір танысымның өтінішімен зат алып кетуге барғанмын. Сол кезде барып тұрған кезде маған бір бейтаныс адамдар келіп телефонымды қарауға, және құжаттарымды қарауға талап етіп, менің қорқытты. Және де ол телефонымды тартып алып, ішін бәрін ақтарып, документтерімді, құжаттарымды қарап, және тағы да 7-8 адам келіп, барлығы жабылып, менің құжатымның ішіндегі 2019 жылы Құлсары қаласы әкімі қызметінде жүргендегі визиткамды тауып алып, сол визитканы пайдалана отырып, мені видеоға түсіруді талап етті. Мен бұл видеоға, ол менің денсаулығым үшін, өмірім үшін, және де жанұямның амандығы үшін мен ол видеоны қорыққаннан, және ұрғаннан мен түстім, айттым. Және де бұл мен қазіргі таңда Құлсары қаласы әкімі емеспін. 2019 жылы өздерімен жұмыстан кеткенмін. Және де бұл видеоны жіберуші азаматтарға, және маған мені ұрған адамдар, сабаған адамдарды мен аяқсыз қалдырмаймын. Және заң талаптарына сәйкес барлық жерге шағымданып, бұның ақ-қарасын айыратын боламын. Қазіргі таңда мен өзім денсаулығыма сәйкес емделіп жатырмын. Құрметті желі пайдаланушылар, бұл видеоны, алдыңғы шығарылған видеоны дұрыс түсінулеріңізді сұраймын. Бұл себебі менің өзімнің ойымнан емес, мені қорқытып, ұрып соғып, мені өлтірем деп, биттің басына апарып көмем деп қорқытып, сойтып жаздырған видео екенін өздеріңізге де көріп отырсыздар. Бұл видеода менің түрімді көрдіңіздер, аузым қанаған, басым ұйпа-типа, түстерімнің саутамдығы жоқ, барлық жерімнен ұрып, осындай жағдай болды. Сол жағдайды сіздерге айта отырып, мен өзімнің ешқандай ештеңеге қатысым жоқ екен, және бұл адамдардың маған өтірік жала жабу екен айтқым келеді. Әлеуметтік желі пайдаланушылар, осыны дұрыс түсінулеріңізді сұраймын.